أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көпшілік, құрметті бауырлар. Біз алдыңғы сабақта өткен дәрісімізді, 4-ші сабақта өткен дәрісімізді кішкене еске түсірейік. Махражға байланысты 3 категорияны үйренгенбіз. Сол категорияны жақсылап үйреніңіздер, қайталаңыздар. Одан кейінгі біз сукун тақырыбын үйренгенбіз. Ал осы сукун тақырыбын сіздерге тапсырма ретінде бергенмін. Кемі 30-100 рет ұзағы қайталау тапсырмасын бергенмін. Енді осы сукун тақырыбынан кейін алдағы уақытта енді жаңа тақырып өтетін боламыз. Ал бисмилля, басталды. Біздің бүгінгі жаңа сабағымыз шәдда қарекесі. Алдыңда 4 қареке өткенбіз. Енді 5-ші қареке шәдда қарекесі. Шәдда қарекесі мынандай белгімен келеді. Осындай белгімен келеді. Ол шәдда дегеніміз не? Әріпті 2 рет айтқызады. Сукун тоқтататын болса, шәдда тоқтатпайды. Әріпті 2 рет айтқызады. Әббә, ибби, уббу. Бұл шәдда неден шыққандығын қазір алдағы уақытта түсіндіретін болам. Енді мына жерде бір нәрсені айта кетейін. Шәдданың астына кәсіра қойылады, әріптің астына қойылмайды. Осы шәддамен бірге қойылған кезде кәсіра шәдданың астына қойылады, әріптің астына емес. Осы шәдданың астында келсе кәсіра болады, шәдданың үстінде келсе фатха болады. Осылай ажыратасыз. Кітаптың барлығында солай кездеседі. Енді келесі әріпті айтайық. Әтті, итти, үтту. Бір нәрсе байқаватсыздар ма? Біз бірінші сабақтан бері осы махражбен айтып келе жатырмыз, яғни. Осы шәддаменен біз махраж айтып жатырмыз. Демек, осы шәддаменен әріптің шығуы үлкен көмек береді деген демек. Демек, біз әлі шәддамен бірге қоса махраждан әлі шыға алмай жатырмыз деген демек себебі неге? Махраждың өте маңызы зор деген сөз. Өте жауапкершілікпен қарау керек деген сөз. Сол үшін махражды үнемі Құранға түсіп қойсаңыздар да алдағы уақытта еш уақытта тастамаңыздар. Әтті, итти, үтту. Әссә. Сақауды сақау қылып айту керек. Әссә, исси, үссу. Қайтадан. Әссә, исси, үссу. Әджә, иджи, үджу. Әхә. Қырналмайды. Әхә, ихи, уху. Қырналмау керек. Шәдданы білдірту керек. Шәдданың ақсын бермеу ол қателік болады. Қырналатын жуан әріп. Әхха, әхха, ихи, ихи, уху, уху. Әдді, идди, үдду. Келесі әріп сақау. Әззә. Тілді тістеп айтамыз. Иззи, үззу. Дірілдемеу керек. Мен алдыңғы сабақтарда айтқам. Әр деп дірілдетпеу керек. Әрра, әрра, ирри, ирри. Кәсіра келген кезде р жіңішке болады. Ирри, үрру, үрру. Дірілдемеу керек. Одан кейін әззә, иззи, үззу. Ал бисмилля, жалғастырдық. Әссә, исси, үссу. Жіңішке әріптерді жіңішке айтамыз. Әшшә, ишши, үшшу. Әссо, жуан. Исси, үссу. Әдда, идди, үдду. Жуанды жуан қылу керек. Әтта, итти, үтту. Жуанды жуан қылу керек. Әзза, сақау әрі жуан. Әзза, иззи, ұззу. Қырналмайды. Әрі. Айнның көбінесе қарекесі шықпай жатады көп бауырларда. Шығу керек. Айн бөлік шығу керек. Қарекесі бөлік шығу керек. Әрі. Ирри. Үрру. Әрі. Ирри. Үрру. Әғға. Қырналатын әріп. Әғға. Қатты қырналмайды, жұмсақ. Әғға. Иғғи. Ұғғу. Әффә. Иффи. Уффу. Әққа. Жуан. Әққа. Иққи. Уққу.
жуан әріп бұл. Ал бисмилля жалғастырдық, әкка, икки, үкку, әллә, илли, үллу, әммә. Алдыңғы неде? Мим менен нунның ұзақ ұсталатындығын айтқам. Әммә, имми, умму, әннә, инни, унну, әуә, юи, уу. Бауырлар, бұл жерде бір нәрсені айта кетейін. Мынау алдыңғы әріптер жазған кезде, мынада шәдданың астына кәсіра қойып жүрдім жазу барысында. Негіз дамма болу керек. Жазудан сәл қателік кетті. Негіз бұл жерде дамма болу керек. Жарай ма? Соны орнын толтырып қойсаңыздар, мынау кәсіра емес, дамма болу керек. У, әуә, юи, уу. Әһә, ихи, уху. Әйя, ии, уию. Ал бисмилля бауырлар, біз шәдда тақырыбын жаңағы 28 әріпке қойып, махражымен бірге айталып, қайтадан қайталадық. Қай әріп, қай жерден қалай айтылады, сақау, жуан деп барлығын егжей-тегжейлі түсіндірдік. Енді шәдда деген хареке қалай шығады, соны түсіндіріп жіберейік. Мына жерде қараңыз. Әлиф харекесімен тұр, одан кейін бірінші б-да сүкун тұр, екінші б-да фатха тұр. Екеуін, яғни қосып жіберген кезде шәдда пайда болады. Әббә. Көрдіңіз ба? Шәдданың ішінде демек екі әріпті қосу бар демек. Екі әріпті қосу бар. Шәдданың ішінде демек не бар екен? Шәдданың ішінде сүкун бар, бауырлар. Шәдданың ішінде сүкун бар. Шәдданың ішінде сүкун бар. Мына жерде де бірінші нунда сүкун бар, екінші нунда кәсіра бар. Оқылған кезде инни. Бұлай жазылмайды. Бұлай жазылады. Инни. Міне, шәдданың ішінде екі нәрсе болады. Біріншісі, жасырын сүкун болады. Екіншісі фатха, немесе кәсіра, немесе дамманың біреуі болады. Жеткіз алдым ба? Шәдданың ішінде сүкун болады, және фатха, кәсіра, дамма болады. Осы екеуін біріктірген кезде шәдда пайда болады. Міне. Демек, екі нун жазып жүрмейді, екі бә жазып жүрмейді, екі с жазып жүрмейді да, екі сыны біріктіріп жүрген кезде шәдда пайда болады. Енді келесі бір жерде тағы бөліп қойған бір тақырыпты айта кетейін. Өте пайдалы мағлұмат ретінде алып қаңыздар. Біз 28 әріпті өттік, соның ішінде ұқсас әріптер бар. Бір-біріне қатты ұқсайды. Соны бір жіктеп бердім сіздерге. Міне, тәмен та. Мынау жіңішке, мынау жуан. Екеуі де т. Екеуі де т. Бірақ оқылу барысында айырмашылығы бар. Мынау өмір бақи жіңішке болады, мынау өмір бақи жуан болады. Фатха кәсірада да жіңішке болады, даммада да, фатха кәсіра даммада да жуан болады. Мынау да 3 с бар. Мынау с сақау с, мынау жіңішке с, мынау жуан с. Үшеуі 3 түрлі с. Көрдіңіз ба? Үшеуін бірдей ұқсатып айтуға болмайды. Енді мына жерде төртеуін әдей айттым мен. Х, ха, ха, қ. Осыларды шатастырып жатады бауырлар. Жоқ, әр қайсысы өзінің ақысы бар. Ха бір бөлек, қырналмайды. Ха қырналады. Мынау деммен шығады, мынау қ. Қазақ дегенде қ. Төртеуі былай айтқанда бір-бірінен айырмашылығы бар. Осыны ажырата біліңіздер. Одан кейін дәл мен дат. Тура тәмен та сияқты. Жіңішке, жуан. Жіңішке, жуан. Мынау қалқалы болады, мынау қалқалы болмайды. Мынада да мынау қалқалы болады, мынау қалқалы болмайды. Сүкун келген кезде да, сүкун келген кезде. Мына әріптер үшеуі де мынау сияқты. Біреуі сақау, жіңішке. Мынау сақау емес, жіңішке. Мынау сақау, әрі жуан. Мынау д мен мына д екеуі ұқсайды. Екеуі де сақау, бірақ айырмашылығы мынау жуан, мынау жіңішке. Мынау жіңішке, бірақ сақау емес. Көрдіңіз, үшеуі 3 түрлі. Осыны орын-орнына қойып оқу керек. Одан кейін мынаның әдейі жақша қалдым. Айн мен ха екеуі ұқсас. Шығатын жері де тамақтың қуысынан жақын жерден шығады. Екеуі де қырналмайтын әріп. Айн ха. Мына екеуі ғайн ха қырналатын әріптер. Мынау жұмсақ қырналады, мынау қаттырақ қырналады. Бауырлар, осы ұқсас әріптерді жаттайық. Одан кейін шәдданың шығу тарихын, қай шәдданың ішінде қанша нәрсе бар екендігін жақсылап үйреніп алсақ, ары қарай алып кетеміз иншалла. Бисмилля, бауырлар, көпшілік бастайық. Шәдда харекесіне байланысты жаттығу жасаймыз. Алдын сүкунға қалай жаттығу жасаған болсақ, шәддаға да дәл солай жаттығу жасаймыз. Яғни, осы қазір оқиын деп атқан дәрісімізді көп қайталау керексіздер. Кемі 30 рет, көбі 100 рет қайталау керексіздер. Ал бастадық. Раббә, шәрра. Жуанды жуан қылу керек. Инна. Махражда айтқан едік, ұзақ ұсталады. Ләәллә, жәннәтә. Ұзақ ұсталады нұн. Ямудду,
Ямудду. Біз сіздерге ана парақты бердік. Алдарыңызға сол парақты ашып, қарап отырыңыздар, үлгеріп, қайталап отырыңыздар. Қайтадан кеттік. Хаққу, хаққу, хаққу. Иннака ямассухум, ямассухум. Шаддаға кіру керек. Ямассухум. Ары қарай шаддасын білдірту керек. Зуйина, зуйина, зуйина. На яйдың шаддасын білдірту керек. Ваудың шаддасын білдірту керек. Қувата, қувата, қувата. Қу емес. Қувата. Вауды қысып тұрып жібересіз. Вауды қысып тұрып жібересіз. Қувата. Раббихим, раббихим. Аххара, аххара. Лираббика. Джаханнаму. Нусаббиху. حنو نسبح يبشر يبشر اتبع اتبع يظن نون достау керек يظن يضل فبشر فبشر لعلكم 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 көп қайталаңыздар көп қайталаңыздар тілдеріңіз келмей жатса қайта қайталаңыздар Юфаджиру, юфаджиру, нуқаддису, дису, нуқаддису. Бауырлар, осыны көп қайталаңыздар, жарай ма? Бисмилlah. Бауырлар, бастадық. Көпшілік шадда тақырыбына байланысты, сүкун тақырыбына байланысты, жалпы тақырып екеуіне де қатысты. Яғни фатха касра барлығына қатысты жаттығулар. Сіздерге мына парақша үлгісін алдарыңызға береміз. Сол парақшаға қарап ілесіп отырып дайындалыңыздар, Кеттік. Назала, лазима, бүл, юлам, лим. Ятазал деп сүкінға дейін бару керек. Ятазал, залу деп буынға бөлесіз. Кетті. Аллафа, кауну, каукаб, қалқалы отыр. Каукаб. Әу, ләм, түм. Көрдіңіз? Өңкей сүкіндармен не болып отыр? Буынға бөлініп отыр. Әу, ләм, түм. Әуәлу. Ваудың шаддасын білдіру керек. Әуәлу. Кетті. Мәу, кибі. Қалқалы. Мәу, кибі. Дәуәра. Дәуәра. Хуа. Ваудың қарекесін білдіру керек. Әхлу. Ләхәбі. Қалқалы. Ләхәбі. Вәхәбә. Хәнің қарекесін көбінесе шаддасын қиыналып айтамайды бауырлар. Вәхәбә. Көп дайындалыңыздар. Махражға көп дайындалса шығады. Вәхәбә. Әмхилхум. Минхум. Бауырлар, сіздерге осы жаттығуларды беріп жатырық. Көптеп дайындалыңыздар. 30 рет, 40 рет, 50 рет, 100-ге дейін қайталай беріңіздер. Жарай ма? Ал, бисмилlah, бауырлар. Сабағымыз жалғастырайық. Біз сіздерге шадда тақырыбына байланысты кеңірек мағлұмат бердік. Иншалла, тағы да сабақ барысында түсінбей қалған жерлеріңіз болса, ұстазға маған жеке шығыңыздар, қолымнан келгенше қайтадан түсіндіруге дайынмын, иншалла. Сіздер көбірек қайталасаңыздар, иншалла түсінікті болып кетеді. Енді үй тапсырма. Бірінші, шадда, сүкун, фатха, касра, дамма қарекелерімен бірге дайындық жасау. Яғни, алдарыңызға берген парақшамен бірге дайындық жасайсыздар. Кемі 30 рет, 100 рет. Мен сіздерге оқып көрсеттім, соны қайта қайталайсыздар. Тапсырма ретінде беріліп жатырмын. Бұл нәрсеге жауапкершілікпен қараңыздар. Енді екінші, шадданың шығу тарихын үйреніңіздер. Мен сіздерге түсіндіріп бердім. Шадданың ішінде сүкун бар және фатха, касра, дамма қарекенің біреуі болады. Соны жақсылап үйреніп алыңыздар. Одан кейін ұқсас тәртіптерді жаттау, үйрену, ажырату. Соны үйрену. Одан кейін төртінші мына сабақты сіздерге әдейіне алдым. Алдыңғы өткен 4 сабақтың барлығын қайталау. Өйткені Абай атамыз айтқандай қайталау білімнің анасы дейді. Қайталаңыздар. Себебі алдыңғы дәріспенен біздің соңғы Құранға түсуімізге дейінгі тақырыптың барлығы бір-бірімен байланысты. Ешбірін бөлек қарастыруға болмайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.